Соңғы кездерде елімізде болып жатқан үй жануарларына қатысты деректер көптеп кездесіп отыр. Оның ішінде үй жануарларына көрсетілетін адамдар тарапынан қатыгездік, сонымен қатар көрсетілетін жауыздық. Осыған байланысты Нұр-Сұлтан қалалық жас сарбаз қозғалысы еліміздегі болып жатқан жағдайлардың алдын алу мақсатында адамдардың үй жануарларына қатысты мейірімділігі жайында осы Нұр-Сұлтан қаласында Адал дос акциясын бастаған болатынбыз. Нұр-Сұлтан қаласында Я живой атты үй жануарлары мекендейтін мекеме бар. Ол жерде Нұр-Сұлтан қаласында қараусыз қалған ит мысықтар мекен етеді. Оның ішінде иттердің саны 73, ал мысықтардың саны 30-ға жақын. Жас сарбаз қозғалысының еріктілері келіп, ондағы иттерге қарау жұмыстарына көмектесіп, сонымен қатар ит мысықтарды тамақтандыру, одан бөлек сыртқа алып шығып, оларды серуендету мәселелері бойынша қолдан келгенше барлық еріктілермен бірлесе осы жұмыстарды бірге атқарып жатырмыз.